Бейімбет Майлин Шұғаның белгісі. Жол бойында екі жолаушы келе жатады. Бірі Қасым, екіншісі автор. Қасым жол бойында Шұғаның белгісі аталған облшықтың тарихын айтып береді. Баяғыда Есімбек деген байдың 4 ұлы және Шұға десе Шұғадай қызы болады. Есімбек өзінің қызын 16 жасына дейін ешкімге бермей күйеуге тартпай келеді. 16-ға толған Шұға Әбдірахман деген кедей жігітке ғашық болады. Олар Алтыбақанның қасында танысып сөз алмасады. Барлығы жай ғана бір қағаз хаттан басталады. Әбдірахман өзінің хатын бір балаға беріп жіберіп, Шұға мен Әбдірахманның үлкен махаббаты басталады. Бірақ олардың махаббаты ешкімге ұнамайды. Әбдірахманды жақсы көретін қыз болады және Есімбек өзінің қызын кедейге бергісі келмейді. Есімбек Әбдірахманды ауылдан қуады. Шұға бұл жағдайдан кейін қатты қиналады. Оның қиналғаны соншалық жазылмас дертке шалдығады. Өзі дерттен жазылғысы келмей, мен бәрібір де бақытты бола алмаймын деп мерт болады. Оқиға Әбдірахманның сұр келбетімен бітеді.